Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбеюі. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбеюін сипаттау. Жалпы көбею дегеніміз не? Бұл барлық тірі организмдердің өсіп-өнуін, белгілі бір түрдің сақталуын қамтамасыз ететін күрделі биологиялық процесс болып табылады. Ғаламшардағы тірі ағзалар әртүрлі әдіс арқылы көбейеді. Барлық әдісті біз үлкен екі топқа бөлуімізге болады. Жыныссыз көбею және жынысты көбею. Жыныссыз көбею бұл ұрпағы анасының ағзасынан дәлме-дәл көшіреді. Ал жынысты көбею ұрпағында ата-анасының белгілері тең кездеседі. Енді біз осыларға жеке-жеке тоқталып өтейік. Жыныссыз көбею өсімдіктер мен жануарлардың ағзалардың бір бөлімінен өзі тәрізді жаңа ағзаның өсіп шығуы. Ағзалардың жыныстық қарым-қатынассыз және жыныстық жасушалардың қатысуынсыз көбеюі. Көбеюдің қарапайым түрі болғандықтан жыныстық көбеюден бұрын пайда болған деп есептеледі. Көбеюдің бұл түрі өсімдіктерге және жануарларға тән. Бір ғана ата-анасы қатысады, ұрпақ санының тез өсуіне әкеледі, ұрпағы анасының ағзасына дәлме-дәл көшіріледі. Жыныссыз көбею бұл жасушалардың бөліну арқылы, өсімді, яғни вегетативті көбею арқылы, спор арқылы, бүршіктену арқылы көбейеді. Жасушаның бөліну арқылы көбею бұл бір клеткалы организмдерге тән көбею формасы. Түрлі қарапайымдылар не көлденеңнен, не ұзынан екіге бөлініп, өзара ұқсас екі жас клетка түзеді. Келесі өсімді, яғни вегетативті көбею. Көп жасушалы ағзалардың жыныссыз көбеюдің бір түрі. Өсімдіктің вегетативті мүшелері арқылы көбейеді. Келесі спора түзу арқылы көбею. Спора түзу саңырауқұлақтар, балдырлар, мүктер мен қыршапырақтарға тән. Споралар қолайлы жағдайға түскен кезде өніп, жаңа бір ағзаның қалыптасуына себепкер болады. Бүршіктену жас таралы аналық жасуша денесінің өсінділерінен қалыптасатын көбею түрі. Енді жынысты көбеюге келіп тоқталайық. Жынысты көбею бұл екі жеке дара қатысады. Генетикалық жағынан ұрпағында ата-анасына ұқсас белгілері бар. Гаметалары бір жиынды, хромосомалы, ядролы байланысқан кезде зигота түзіледі. Ол екі ата-анасының хромосомаларынан тұрады. Көптеген өсімдіктер мен жануарларға тән қасиет. Баяу жүреді, бірақ ұрпақтары сыртқы ортаға жақсы бейімделген. Ұрпағында ата-анасының белгілері тең кездеседі. Жынысты көбею бұл бір жасушалы ағзаның араласуы, гаметалардың қосылуы және партогенез арқылы көбейеді. Бір жасушалы ағзалардың араласуы бұл конъюгация, яғни бір түр арасында даралардың генетикалық ақпаратпен алмасуы, яғни біз бұған кірпікшелі кебісшені жатқызуымызға болады. Келесі гаметалардың қосылуы. Гаметалар деген бұл жыныс жасушалар, яғни аталық және аналық жыныс жасушалары. Жыныс жасушалардың қосылуы нәтижесінде зигота түзіледі. Одан жаңа организм пайда болады. Енді мына бір бейнежазбаға назар аударайық. Гүлді өсімдіктер түрлі көбею жолдарын дамытқан. Бірінші жол жыныстық көбею. Бұған өсімдіктің аталық және аналық мүшелері қатысады. Оның нәтижесінде генетикалық өзгерген ұрпақ дүниеге келуі мүмкін. Жыныстық көбею әдетте екі ата-аналық өсімдіктің арасында болады. Бірақ кейбір ортада өсімдіктердің көбеюіне қажетті екінші сыңары болмауы мүмкін. Бұл жағдайда өсімдіктер тұқым түзу үшін өздерінің тозаңдары мен аналық мүшелері арқылы өздігінен тозаңдан алады. Тіпті кейбір өсімдік түрлерінде тұқым түзбей-ақ өздігінен көбею жолдары жетілген. Бұл жыныссыз көбею деп аталады. Жыныссыз көбею тек бір ғана ата-ананың қатысуы арқылы жүзеге асады. Ал жаңа өсімдік
көшірме клон болып табылады. Жыныссыз көбеюдің көптеген түрлері бар. Мысалы, тамырсабақ жер қыртысын жарып шығып, жаңа өсімдік түзетін жер асты бұтақтары болып табылады. Түйнек түр өзгерген тамырсабақ. Олар крахмалға толтырылып, жаңа өсімдіктер өсіп шығатын бүршіктер түзеді. Өркен жер үсті сабағына жатады. Ол уақыт өте келе тамыр түзеді. Баданалар қыс бойы тыныш жатады. Бірақ көктем келісімен жылы ауа әсерінен жаңа өркендер түзеді. Жыныссыз көбеюде генетикалық өзгергіштік төмен болғанымен, оның өз артықшылықтары бар. Тек бір ғана аталық немесе аналық өсімдік қажет. Аталық немесе аналық өсімдік өзінің қоректік заттары арқылы ұрпағының дамуын қамтамасыз ете алады. Және мұндай өсімдіктер жақсы бейімделген орталарда ата-анадан генетикалық тұрғыдан аумайтын ұрпақтың өсіп шығу мүмкіншілігі жоғары. Өсімдіктер көбеюдің әртүрлі жолдарын қолданады. Олардың барлығы жер шарының түрлі түкпіріндегі өсімдіктердің өмір сүру циклын жалғастыру үшін қызмет етеді. Мінекей, біз бүгін жынысты және жыныссыз көбеюдің түрлерімен таныстық. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сұрақ менен жауап сенен әдісі арқылы мына бір 3 сұраққа жауап беріп кетсек. Көбею дегеніміз не? Көбеюдің қандай түрлері бар? Жынысты көбею түрлерін ата. Енді мына бірінші тапсырманы өзіміз орындайық. Жыныссыз көбею тәсілдерін анықтаңдар дейді. Мына жерде суреттер көрсетілген және дескриптор жазған. Осы дескрипторды қарап отырып бірінші тапсырманы орындаймыз және екінші тапсырмада осы кестені толтырамыз. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.